Сонымен бейсенбіде Қырғыз Республикасының президенті Сооронбай Жээнбеков отставкаға кетті. Халқынан кешірім сұрады. Парламент оның отставкасын қабылдады. Өкінішке қарай агрессия толастамай отыр. Менің отставкаға кетуімді талап ету жалғасып жатыр дей келе. Мен билікке жабысып қалған жоқпын. Мен үшін аймағымыздың тыныштығы, еліміздің бүтіндігі, қоғамымыздың ынтымағы барлық қызметтен биік. Мен Қырғызстан тарихындағы қан төгіп кеткен, өз отандастарына қарсы оқ атқан президент ретінде қалғым келмейді. Сондықтан мен отставкаға кету шешімін қабылдадым деген ол бейсенбіде халқына арнаған мәлімдемесінде. Қырғыз Республикасында 4 қазанда парламент сайлауы өтіп, оның нәтижесі бойынша жеңіске жеткен 4 партияның 3-еуі билікке жақын, 1-еуі ғана оппозициялық болғасын наразылық бұрқ еткені мәлім. Митингіге шыққандар президент пен парламент отыратын резиденцияны басып алып, түрмедегі саясаткерлерді босатқан, жақтастары босатып алғандардың арасында митинг ұйымдастырған үшін және облыс әкімін кепілге алған үшін 2017 жылы 11,5 жылға сотталған Садыр Жапаров та болды. Ақыры міне, ол елдің премьер-министр ғана емес, мемлекеттегі ең жоғары атқарушы билікті қолына алды. Қырғыз конституциясы бойынша, егер президенті қызметінен мерзімнен бұрын кететін болса, жаңа президент сайланғанша оның міндетін жоғарғы кеңес төрағасы атқарады. Дегенмен парламент спикері Қанат Исаев та арыз жазған, атқармаймын деп. Бұл жағдайда президенттік міндетті премьер-министр атқарады. Құдайға тоба, ешқандай мародершілікке алып барбай, ешқандай басып алуларға алып барбай, мемлекетте 3-ші жолы төңкеріс болды деген сөзді қалтырбай, ушундай тынчтык жолу менен, мыйзамдуу жолу менен бийлик алмашып атканына биз 1000 мертебе разы болушубуз керек. Сооронбай Жээнбеков соңғы 15 жылда Қырғызстанда биліктен кетуге мәжбүр болған 3-ші президент. Бұған дейін Асқар Ақаев пен Құрманбек Бакиев елдегі революциялардан кейін биліктен кеткенін, дәлірегі қашқанын білеміз. Асқар Ақаев 2005 жылы, бейнелеп айтқанда оны құлатқан Құрманбек Бакиевтің өзі 2010 жылы. Қазір бірі Мәскеуде, бірі Минскіде тұрады.